Қайырлы күн баршаңызға, қайырлы күн YouTube достар. Бізде жазғы демалыс басталды. Бүгін отбасымызбен бірге барлығымыз Түркияға сапар шегеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Осы арнамызда сіздерге көңілді эмоцияларымызбенен қалай демалғанымыз туралы бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алдыменен жүктерімізді өлшеп, кедендік бақылаудан өткізіп тапсырдық. Осыдан кейін өзіміздің құжаттарымызды тапсырдық. Сөйтіп екінші қабатқа күту залына өттік. Бұл жерде де көп аялдаған жоқпыз. 40 минуттың шамасында ұшаққа отырғызылу басталды. Сонымен біздің Түркияға сапарымыз басталды. Бізге сәт сапар. Бізбен бірге болыңыздар. Ұшағымызға мініп, өз орнымызға жайғастық. Таңғы ұйқы әрине қиындау болды. Кішкене ұйқымызды аша алмай отырмыз. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бортта мәліметтерді пайдалануға немесе қуатуға қатаң тыйым салынады. Сіздер бұл мәліметтер мен электронды сергекілер ұшу барысында әрдайым бақылауда ұстауыңызды сұраймыз. Егер қызыл түтін ерекше иіс сияқты белгілерді байқасаңыз, дереу бортсерікке хабар беріңіз. Сіздер бірнеше минуттан кейін көрсетілетін қаласы ережелер мұқият тыңдап, өз орныңызда қалуларыңызды сұраймыз. Алты сағатқа жуық ұшағымыз Анталияға келіп қонды. Аман есен қондық. Жүгімізді алып сыртқа беттедік. Осы жерде Фунсан тур агентствосының өкілдері күтіп алып, бізді отелімізге шейін апаратын көлікке отырғызды. Отельге келіп, құжаттарымызды рәсімдедік. Түскі асқа тура келген екенбіз. Сіздер түскі асқа барып тамақтарына беріңіздер. Біз сіздердің жүктеріңізді жоғары өзіміз көтереміз деп мейрамханаға ертіп әкелді. Түрік бауырларымыз қашанда жылы жүзбен көңілді қарсы алады. Бізді бауырларымыз деп бізге іш тартады. Енді біздің көңілді демалысымыз осыдан-ақ белгілі болды. Керемет көңіл күйменен демалысымыз басталды. Мынау біздің отеліміздің бассейн жағы. Отель өте үлкен екен. Кристал Сансет деп аталады. Бізге көңілді демалыс болсын. Асымызды ішіп болғаннан кейін бір шолып өтейін деп шештім. Жаңа біз тамақ ішкен ол өздерінің отеліміздің ұлттық түрік швед столдары екен. Ал мына жерде басқа да шетелдік мейрамханалар бар екен. Мынау Жапон халқының ас үйі деп таныстырды. Одан кейін мексикалық ұлттық ас үй деп таныстырды. Қай жерден ішкілеріңіз келеді, сол жерден тамақтана бересіздер деп гидіміз түсіндірме берді. Отельдің іші де өте үлкен екен. Ал мынау отеліміздің сыртқы көрінісі. Отель өте үлкен екен. Таиландтық стильмен салынған. Әсіресе балаларға арналған ойнайтын жерлер мен шомылатын жерлер көп екен. Аквапарктар да бар. Балаларға енді көңілді демалыс болатын түрі бар. Тамақтар да ұнады. Жеміс-жидектері де көп екен. Барлық түрі болды жеміс-жидектің. Көкөністер де өте мол болды. Салаттары да көп. Тамақтар ұнады. Түрік халқы қай кезде де келсек те осылай тамақтандырады ғой. Бұның алдында да келіп жүргенбіз. Мына тәттілері
барлық түрі бар. Тәттілердің де барлық түрлері бар. Бағана орналасатын кезде кішкене асығыстық болып таныстырмап едім сіздерге лобби аймағын. Кішкене шолу жасап кетейін. Мына жерде лобби барлары бар. Ресепшнде осы жерде орналасқан. Қонақты осы жерден күтіп алып, шығарып салады. Ешқандай да қонақты назардан тыс қалдырмайды. Сіздің ішке кіргеннен бастап сіздерге персоналдары өздерінің қызметтерін ұсынады. Мына жерде 4 лифті жұмыс істеп тұр. Өздерінің туларын іліп қойған. Өте үлкен аймақ, биік. Мынау осы отельдің макеті, мынау артқы бөлігі. Мынау артқы бөлігі, бассейндері, аквапарктардың бәрі артқы бөлігінде орналасқан. Мінекей мынандай үлкен, өте кең ғимарат. Сыртқа шығып көрсетейін есігінің алдын. Алды көше. Сіздерге тағы бір көрсетіп кетейінші. Мына жерде мысықтың табанын ізі мынау. Өздерінің осы отельдің символикасы екен. Тіпті есіктеріне шейін осы таңба тұр. Мынау сыртқы есігі, көшеге шығар беті. Көшенің арғы басы бір көше, бір көшенің сол жағалауының бәрі өңкей базарлар екен. Базарлар түнімен істейді екен. Ғимарат зәулім. Мінекей. Архитектурасы ұнады маған. Жақсы демаламыз деп ойлап тұрмын. Мінекей мына қызықты қараңыздар. Осы отельдің баласы деп таныстырды. Міне жатыр ұйықтап. Ең бақытты мысық мынау. Бұлар ешқандай да ит болсын, мысық болсын жақсы қарайды екен. Жануарларға жақсы қарайды екен. Кешкі асымызды ішіп болғаннан соң жолдасымыз екеуміз көшені аралап көріп қайтайық деп шықтық. Мынау жаңағы мен өзім көрсеткен жолдың ары бетіндегі базар. Ал отырғандар шетелдік осы отельде орналасқан туристер, көбісі европалықтар. Менің бір байқағаным, шетелдік демалушылардың көбісі зейнет жасындағы үлкен кісілер екен. Мінекей мына базарлары түнімен істейді екен базарларда. Ертеңгісін теңізге бардық. Теңізге осындай автобуспен алып барады. Әрбір 10 минут сайын осындай автобустар жүреді. Мінекей мынау теңізге келдік. Суы сондай мөлдір, таза, әрі жылы. Бүгін енді теңізге түсеміз. Қара жеріңіз. Привет деңіз енді әже. Привет деңіз. Ал мына жағажай Crystal Sunset отелінің қонақтарына ғана арналған. Осы жерде жатып, осы жерде
шомылуға рұқсат, және осы жердегі мейрамханалардан отельге барғыңыз келмесе, осы жерден тамақтанасыз. Бүгін бір мезгілімізді яхтада өткіземіз. Теңіздің жағасының барлығы қонақ үй екен. Қазір яхтаға отырамыз. Өзіміз тапсырыс берген яхтамызға отырдық. Бағытымыз Тасбақалар аралы. Мынау көк теңіз. Теңіздің түсінің өз әдемі. Бирюза тасының түсіндей өте әдемі. Ал ауасы енді өте керемет. Кең ауа. Күн қандай ыстық болса да, мына жер салқын. Теңіздің жағалауында бір бос жатқан жер жоқ, барлығында отельдер орналасқан. Балалар өздерін суретке түсірді, видеоға түсірді. Күніміздің жарты бөлігін осылай керемет көңілді өткіздік. Демалысымыздың әр күні көңілді өтуде. Әр кеш сайын, кешкі астан соң осындай далада концерттер беріледі. Балаларға театрлық қойылымдар, аниматорлық қойылымдар ұйымдастырылады. Демалысымыздың да аяқталуына 1-2 күн қалды. Енді осы 1-2 күнімізде пайдаланып, балаларымызды ертіп, түген аралауға шықтық. Түгенімізді аралауға жарты күннен көп уақытымыз кетіп қалды. Оның есесіне балаларымыз өздеріне ұнаған киімдерін алды. Сөйтіп түгенімізді аралап, отелімізге қайттық. Тағы бір байқағанымыз, қалада өте қатты биік ғимараттар жоқтың қасы екен. Бұны енді сейсмикалық қауіпті аймақ болған соң, осындай өте биік ғимараттарды салмауға тырысады екен. Көбінесе 5 қабатты, сонымен бірге 2 қабатты тұрғын үйлерден тұрады екен. Жолдың екі шетіндегі талдардың өзі гүлдеген талдар. Сонымен саудамызды аяқтап, отелімізге қайттық. Неке Анталиядағы 8 күнімізде 8 сағатта өте шыққандай. Жақсы демалыс болды, керемет демалдық. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Әсіресе балаларымызға қатты ұнады. Балаларымыз үшін ең жақсы демалыс болды. Балаларымыздың қуанғанына біз қуандық. Енді аэропортқа бет алдық. Елімізге, өзіміздің Қазақстанымызға ұшамыз. Қазір 3,5 сағаттан соң ұшағымызға отырамыз. Жақсы демалыс болды. Жылына 1 рет адам баласы өзінің жанына, тәніне демалдыруға рұқсат беру керек. Мүмкіншілік болса әрине. Демалысымыз жақсы өткеніне де қуанып отырмыз. Көңілді қайтып бара жатырмыз. Елімізді сағындық, үйімізді сағындық. Қазір 3,5 сағаттан соң ұшағымызға отырамыз. Демалыңыздар, саяхаттаңыздар.
келесі менің видеомда арнамда кездескенге шейін аман саулықта болайық.